қандай? Керемет! Жарайсыңдар балалар. Осындай керемет көңіл-күймен сабағымызды бастаймыз балалар. Олай болса, біз бірінші сабағымызды бастамас бұрын топқа бөлініп алайық, кәнекей балалар. Менің алдыма келіп, мына жерде бізге қағаздарды аламыз, сол арқылы біз топқа бөлінеміз. Келе қойды. Яғни. Тамаша. Ал жаз. Күз. Олай болса балалар, мінекей біз жылдың 4 мезгілімен, яғни қыс, жаз, көктем, күз айлары болып бөлініп алдық. Олай болса балалар, сабағымызды жалғастырамыз. Кезекті үй тапсырмасын пысықтап алайық, иә балалар? Осыны оқимыз, сана. 4 ақпанда Қызылорда қаласында дүниеге келген. Музыка мектебін 1983 жылы бітірді. Музыкалық училищені 1984 жылы бітірді. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясыны 1991. Жаздығын ішінде болғанда, көкірек шалғыз шешеді. Ұзары өсіп болғанда, көкірек жатқан өзенге, көшіп ауып қонғанда, күз, сұр бұлтсыз суық қаптайды аспан. Күз болып дымқыл тұман жерді басқан. Білмеймін тойғаныма, тоңғаныма, жыл бойда не қашқан тай жазған. Қыз, ақ киімді денелі ақсақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды. Үсті басы ақ қауіпсіз су, басқан жері сықырлап келіп қалды. Ал балалар, енді Абай Құнанбай бізге жылдың 4 мезгіліне арнап өлең оқыды. Жаңа бізде кім жылдың күз айына қыс туралы Дария бізге Абай Құнанбаевтың өлеңін жаттап келіп айтты, иә? Міне көрдіңдер ме балалар? Жылдың 4 мезгілінің ерекшелігі ол адамға шабыт береді екен. Адамды шабыттандырады екен. Сол шабыттандырған кезде жылдың 4 мезгілі ай сайын келіп тұрған кезде өзінің бір ерекшелігімен келеді екен. Соның ішінде бүгін музыка сабағында біз жылдың 4 мезгілдері тақырыбында сабақ өтіп жатырмыз. Тағы да біз қай пәннен жылдың 4 мезгілі туралы сабақ өттік балалар? Ойламайықшы. Қай пәннен өттік? Музыка пәнінен бүгін өтіп жатырмыз ғой. Енді қай пәннен өттік? Дүниетану пәнінен өтеміз, иә? Жылдың 4 мезгілдеріне арналған, яғни дүниетану сабағында да тақырыптар бар екен. Сонда бізде музыка сабағы менен дүниетану сабағы бір-бірімен тығыз байланысты екен. Жарайсыңдар балалар, иә? Келесі, сон нотасы, яғни сабақта аздан қиыншылықтар болды. Яғни бізде
айдардан ана шамалы сабақ қиындау болған екен, иә. Тамаша. Келесі мен отасы, яғни сабақты мүлдем түсінбейміз ба балалар? Жоқ, бәріміз сабақты түсіндік, иә. Жыл мезгілдері айдың күндеріне жатады екен. Жыл мезгілдері туралы қаншама композиторлар өздерінің шығармаларын шығарған екен. Оның ішіне біз де кірдік, иә, бүгін. Қаншама еңбектер, эссе жаздық, әңгіме жазып бердік, өлеңдер оқыдық, жылдың мезгілдеріне байланысты суреттер салдық. Жарайсыздар балалар. Олай болса, үйге тапсырма аламыз, үйге жау жаңбыр әнін жаттап келеміз, және тағы да қосымша Тоғжановтың шығармаларынан жинақтар жинап келеміз. Бағана біз тек қана Тоғжанов туралы, оның туған жылы қаяқта қызмет еткені туралы жазып едік. Енді сол кісінің шығармаларынан жинақтар жинап келеміз.